Желіде Қайрат пен Жұлдызға тыныштық бермейді осы. Қит ете қалса болды, өсек қауесет етіп шыға береді. Оларды бірі ажырастырады, бірі қосты, үй болғанын түсінбей қалды қара халық. Жұлдызды жұптап отбасылық жағдайларын ашып айтпады. Қайрат қайда қарап жүр? Бейтаныс жігіт Жұлдызға қырындады. Үстіне әсем көйлек киген көп балалы ана Астана көшелерінде серуендеп, көпшіліктің назарында қалды. Актриса өзіндік стилін қайталанбас екенін дәлелдеп қана қоймай, хас сұлу екенін көрсетті. Сонымен қатар қаншадай көрінген актрисаға бейтаныс жігіт гүл шоғын ұсынды. Бұл әрекеттен Жұлдыздың сұлулығын қоғам жоғары бағалайтындығын түсінуге болады. Қайраттың өзі бұл видеоны қалай қабылдады екен? Қалай ойлайсыздар? Желі қолданушылары былай деп жазуда: заңғар сияқты, бәрін ұйымдастырып берілген гүл ма? Жұлқынбай сыйласын сыйласа. Ой, бұ, үсіп кетпедің бе? Барлық жағынан кругозоры бар, әдемі де сұлу. Тренд қой, өзі сықиып киініп гүлді де өзі алып жүреді ғой. Арнайы түсірілгені көрініп тұр. Арнаға жазыл, лайк бас, тамақтарын дайын, шайларын ыстық болсын. Чао.